Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен печенье дайындайтын боламыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы май және қантты салып, жақсылап араластырамыз видеодағыдай. Содан соң ванилин қосамыз. Одан соң жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі сұлы жармасын саламыз, яғни овсяная крупа. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнға разрыхлитель араластырып, ұнымызды 2 бөліп қосамыз. Енді шоколадымызды қалағанымызша ұнтақтайтын боламыз. Мен сияқты мешокқа салып, осылай ұрып ұнтақтасаңыздар болады, немесе пышақпен турасаңыздар да болады. Шоколадымызды саламыз, араластырамыз. Ендігі формамызға пергамент қағазын төсейміз, одан кейін қасық арқылы қолымызға алып, осылай дөңгелек пішінін құрастырамыз. Егер қамырыңыз қолға жабысатын болса, онда кішкене қолыңызды сулап алыңыз. Барлығын осылай дөңгелетіп шығамыз. Содан кейін осылай қолымызбен үстінен басып, печенье формасын келтіреміз. Барлығын жасап болған соң 180 градусқа 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын, өте дәмді болып шығады. Шаймен ішкенде өте керемет. Көлемін осыдан сәл кішірек қылып жасасаңыздар болады. Менде үлкендеу пішіні. Осы пішінмен менде 20 шақты печенье шықты. Барлық қосылған заттарды описанияға жазып кететін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай видео көргіңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады.